Дерттен саулық арнасы. Бауыр ғажайып орган. Оған біріншіден экология әсер етсе, екіншіден түрлі химиялық қоспалары бар тағамдар және де шамадан тыс көп зат тұтыну себеп болса керек. Бауыр біздің барлық органдар мен жасушаларды ластан және де токсиндерден тазартады. Адам ағзасында ең маңызды рөл атқаратын осы бауыр деп айтсақ қателеспейміз. Себебі күнделікті ішіп жеуіміз тікелей бауыр арқылы өтетінін ескерген жөн. Өйткені бауыр біздің организмде тырнақша ішінде алғанда фильтр болып келеді. Астың дұрыс қорытылуы мен ағзаға дұрыс сіңуі дәл осы бауырға байланысты. Бұл жазбада бауырдың ауруын алдын алу керектігі туралы айтатын боламын. Егер бауыр қызметі өз жұмысын тоқтатса, біздің өміріміз өте қысқа болады. Бауыр сондықтан адам организміне кірген бүкіл лас токсиндердің бәрін өзі сүзіп, бәрін түзейді. Және де бауыр қан органы болып табылған соң денедегі барлық қанды тазалайды. Видеоны аяғына дейін көріңіз. Сіз білмейтін ақпарат осында. Және де біздің арнаны 97% адам тіркелусіз көреді екен. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдырыңыз. Ендеше біз бастайық. Жалпы қандай да болмасын ауруды біздер көбінесе тамақтан табатынымыз рас. Сондықтан дұрыс тамақтанудың өзі денсаулыққа пайдалы. Ол үшін күнделікті рационыңызды қалыптастауыңыз қажет. Құнарлы әрі дәруменге толы тағам түрлерін тұтынған абзал. Және бауыр ауыратын адамдар үшін ең біріншіден майлы тағамдардан бас тартқан дұрыс. Қажет болған жағдайда диета ұстау керек. Сонда ғана сіз өз денсаулығыңызға алаңдамайтын боласыз. Бауыр ауруының белгілері қандай болады? Әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасыз және себепсіз арықтау, жиі бас айналу және құсу, тәбеттің жоғалуы, аяқтың төменгі жағының жиі иісуі, іштің кебуі, белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігінде, қолда, аяқта, иықта қышудың күшеюі. Егер жоғарыда белгілерден бөлек көз алдыңның сарғаюы, кіші дәретүсінің бұзылуы байқалса, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Міне осы белгілер біздің бауырымыз ауыратын білдіреді. Енді бауырды шөппен шаюмен, зәйтүн майымен тазалаңыз. Шөппен шаю әдісі. Бауырды өз бетімен тазартуда емдік шөптерді қолдануға болады. Оны қалай қолдану керек екенін дәрігер анықтап беріп, ем барысын бақылап отырса, тіпті жақсы. Өйткені олардың да ағза ерекшелігіне қарай әсер ететіндері бар. Сондықтан дәрігер мөлшерін, қолдану кезеңін анықтап берсе, қадағалап отырғаны дұрыс. Ал енді бауырды тазартуға сізге мынандай шөптер көмекші бола алады. Салаубас, орыс тілімен алғанда бесмертник, бақбақ, жусан, жүгері шашағы, сүйел шөп, жалбыз, итмұрын, мыңжапырақ, қалақай, жолжелкен, дымяшка. Бұлардың өт тазалайтын қасиеті бар. Оған қоса, әр қайсысы бауырдың әр бөлігіне өзіндік әсерін тигізеді. Сондықтан оларды кезегімен немесе бәрін араласқан тұнба жасауға да болады. Сонда бауыр толық әр жан-жақты тазаланады. Бесмертник бұлардың ішінде ең мықтысы саналады. Дәрмекті былай әзірлейді. Ыдысқа әр шөптен кептірілген уақыт 2-3 ас қасықтан салып араластырылады. Сосын термосқа 3-4 ас қасығын салып, үстінен жарты литр қайнаған су құяды. Бұл бір күндік мөлшер. Керек уағында сүзіп құйып алып, ішіп тұрыңыз. Ішу тәртібі мынадай. Таңертең жылы күйде 1 стакан, екіншісін ұйқыға жатар алдында ішіңіз. Осы әдіспен 1 ай бойы әзірлеп ішіп тұрыңыз. Бұл шөптерді бәрін қоспай, әр қайсысын жеке-жеке ішуге де болады. Бірақ кезегімен ішіңіз. Қайсысы жақсырақ әсер етіп жатқанын аңғарып, ой түйіңіз. Осы дәрмекті қолданғанда сіз әр күн сайын әжетханаға барасыз. Сонда ішіңізден қажетсіз затпен бірге қақтық түрі шығады. Ал егер ішіңіз сұйылып кетсе, онда дозаны сәл көбейте аласыз. Егер шөп шай ащы деп жаратпасаңыз, онда 1 шай қасық бал қосыңыз. Әйтеуір қант қоса көрмеңіз. Бауырды былайша тазартуда жоғарыда көрсетілгендей 1 ай бойы қабылдайсыз, сосын үзіліс жасайсыз. Тазарту жылына 1-2 мәртеден аспағаны дұрыс. Зәйтүн майы. Бауырды зәйтүн майы қолданып тазартуға да болады. Өйткені ол ең күшті өт қуушы өнім. Күніне 1 ас қасық зәйтүн майын ішіп тұрса, өт көп бөлінеді де, майлар ыдырап, ішек жұмысы жақсарады. Өт бауырда, өт қабында іркілген қақты өзіне тартып, ағзада табиғи жолмен шығарады. Бұл майдың экстравижи деп аталатын сұрабы пайдалырақ. Өйткені ол термиялық әрекетсіз таза сығынды күйінде алынады. Табылмаса, зығыр немесе самырсын кедровый майы да жарайды.
Тазартуды күн сайын таңертеңнен бастайды. Аш қарынға бір ас қасық май ішсеңіз жетіп жатыр. Оған аздап лимон шырын қоссаңыз да болады. Мұндай тазартуды 1 ай, 2 ай, тіпті ай сайын жасауға да болады. Жағдайыңызға қарай көресіз. Пайдасы болмаса, зияны жоқ. Егер бауырыңыз ластанған болса, жоғарыда аталған тәсілдерді дұрыс қолданып, оны тазартсаңыз, онда сізде мынандай өзгерістер пайда болады. Денсаулығыңыз жақсарғанын сезесіз. Қан тазарғасын, ағзаның барлық жұмысы жақсарады. Бастың ауруы жоғалады. Тыныс жолы, ас қорыту жақсарады. Ауыздан жағымсыз иіс, ащы дәм жоғалады. Терінің түсі оңалады. Көз қарашығының айналасы өзінің табиғи реңін табады. Көз астындағы қара дақтар, оның қалталанып тұруы жойылады. Тіпті ұсақ әжімдер де жоғалады. Өзіңізді жеңіл сезініп, көңіл күйіңіз көтеріледі. Біршама жасарасыз, тіпті мінезіңіз жұмсарады. Осы айтылған препараттарды дәрігерсіз қолданбаңыз. Денсаулығыңызға немқұрайлы қарасаңыз қаупі бар. Сізден денсаулығыңыз маңызды ғой оқырманым. Әрбір қазағым жалғызым демекші, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен дерттен саулыққа арнасы. Сау болыңыздар.